Сәлем көрермен. Егер арзан, экраны үлкен, ойын көтеретін және Oppo бренді болсын десеңіз, Oppo A31 смартфоны соған дәл келеді. Үлкен экран сабаққа ыңғайлы, яғни оқушыға алуға болады. Интерфейс түсінікті, артық ештеңе жоқ. Кім арзан смартфон туралы қарағанды ұнатады, мына видеоға лайк басыңыздар. Қаралым, лайк, жақсы коммент көп болған сайын маған үлкен мотивация береді. Яғни одан да көп видео көресіздер. Ал енді смартфонды көріңіздер. Қорабында не бар екенін. Слотты ашатын, сим-карта слотын ашатын инесі, кітаптары және силиконды чехол. Менің ойымша ол пайдалы, өйткені сіз басқа әдемі чехол алғанша, мына чехолмен жүруге болады. Ал енді смартфонның өзіне келдік. Мына осындай түрі әдемі. Ары қарай көрсек. Өзінің 10 ваттық адаптері бар, қуаттағыш. Және USB Type-C. Жоқ, Type-C емес, қараңыздар. Micro USB бұның заряды. Жарайды, ары қарай кеттік. Смартфонның өзі. Енді мен шын айтайын, байқағаным, сырты таяқ емес, қолда жақсы тұрады. Орысша айтқанда матовый сияқты. Саусақ іздері қалмайды. Көп смартфондар сияқты қолдан қашпайды, яғни бекерден бекер жерге құламайды, яғни бекерден бекер сынбайды. Дизайн маған шын айтсам ұнады. Мен тұрмақ көп адамға ұнады дизайны. Тек сыртына қарап, мүмкін ғашық болуыңыз мүмкін. Түсі өзгеше. Мына түсі ақ, басқа қара және жасыл түспен салыстырғанда 3000 теңгеге қымбат. Қызығы, бір смартфон, бірақ қымбат. Тағы байқан шығарсыздар, бұл Қытайдың смартфоны. Қорабында құлаққап болмайды. Егер мен таңғалғаным, егер бұл Oppo смартфоны мысалы Xiaomi'ге қарсы шығатын болса, қорабына құлаққап салуға болатын еді. Қорабына сразу жазыпты, 4 гигабайт, 64 гигабайт ішкі жады бар екен. Енді қорабында құлаққап жоқ деп ренжімеңіздер, өйткені бұл бағасын арзандату түрі. Қазір жақында iPhone 12 шығады, оның ішінде құлаққап тұрмақ. Мынандай адаптердің өзі болмайды, сатып аласыздар. Ал смартфонның жоғар жағында ештеңе жоқ. Мына жағында бір ғана батырмасы, басты батырма. Асты жағында динамик, микро USB, баяғы заманнан қалған микрофон және мини-джек. Мына жағында қатырақ қоятын дыбыс және слот, сим-карта салатын слот. Қанша сим-карта салатын көріңіздер. Оған 1, 2, 3. Яғни мына екеуіне сим-карта саласыз, мынаған SD карта саласыз. Енді алдын қарасаңыздар, әлі тамшылар ізде, өйткені бұл ескі модель, енді бұрын шыққан, бұл 2020 жылдың басында шыққан, мүмкін февральда шыққан. Сол үшін әлі ескі дизайн. Арт жағында 3 камера, вспышкасы, мынау саусақ сенсоры. Бірақ қарасаңыз, бір деңгейде тұрады. Табу кішкене қиындау болады. Тез ашады. Жоқ, ол туралы. Бірақ міне қараңыздар. Міне ашты. Тез ашады, бірақ оның өзін табу керек. Ал енді смартфонның өзі туралы. 6,5 дюймдық экраны IPS. Бірақ экранның сапасы болғанда нүктесі аздау екен, пикселдері 1600-720 пиксель. Жалпы ол нашарлау деп айтуға болады. Бірақ енді салыстырмалы түрде ғана. Жалпы қолдасаңыз жақсы. Оны былай жаман деп айтамайм. Параметр ретінде қарасаңыз, пикселдер аздау. IPS болғаннан кейін жарығы нашарлау. Мысалы, сіз далада күн шыжырап тұрған кезде қарасаңыз, мүмкін сізге экран көрінбей қалады. Мүмкін, бірақ енді ол сирек кездесетін зат. Процессорына келсек, бұның ішінде Mediatek
Helio P35. Ол Snapdragon тілімен қарайтын болсаңыз 630 Snapdragonға ұқсас. Процессоры 4 ГБ азуы бар. 4 ГБ азу. Ауыр ойын ойнасаңыз, мысалы PUBG Mobile ойын қосқан кезде, оның графикасы баланста, кадр жиілігі орташа, және фильтр жағынан ең кейінгісіне қоюға болады. Жалпы көтереді, ойнауға болады. Мен PUBG Mobile өзі. Ал қызығы, мынау Asphalt 9-ды қосып көрдім. Оны көтермеді. Көтере алмады. Мүмкін тым ауыр шығар. Antutu бойынша өте аз десе болады. 20 000 ұпай жинады. Камера жағынан, енді бұл тағы да қайталаймын, арзан смартфон. Бұл бағасы 80 000 теңге. Бұл жалпы Oppo бренд негізі арзан емес, бірақ соның өзінде бұл 80 000 теңгеге 3 камера, біреуі 12 мегапиксель, негізгі камерасы мына 12 мегапиксель, одан кейінгі 2, одан кейінгі 2. Біреуі макро жақыннан жақсы түсіреді, біреуі портреттік режим, алардың артқы фон бұлыңғыр болу үшін түсіреді. 5x жақындата алады, бірақ оны қандай ұнай ма, ұнамай ма көресіздер. Видеоға түсіріп отырмын. Бұда Full HD 30 кадр секундына, 60 кадр деген жоқ. Дауысын тыңдаңыздар, видеосын қараңыздар. Так, операциялық жүйені ішке қарай кірейік. Ішкі құрылысын көріңіздер. Ішкі құрылысын көрсеңіздер, мына жерде телефоны деп тұр. Бұның операциялық жүйесі Color OS. Color OS бұныкі 6.1, кейінгісі қазір 7. 8 ядралы, 4 ГБ азуы бар. Өзінің ішкі жағы 64 ГБ. Бұның экранына маған ұнағаны, Samsung сияқты, былай шетіне бітсеңіз, мынандай қосымша меню шығады. Бұл енді көп қолданатын қосымшаларды қоссаңыз болады. Монодинамик астында дауыс шығады. Бір жерден ғана дауыс шығады, бір динамиктен. Ал енді қалай дауыс шығатынын тексеріп көрейік. Мысалы Қызық Лайфтың бағдарламасын көрейік. Және өзіндік ерекшелігім. Сары светофор. Құрметті достар, бізге кейде ішіп алғанда қонақтар келеді. Өзіндік бір әлем бар, инстаграмын ақтарып қарасаңыздар, неше түрлі қызықтар жасайды. Негізі Дариға біздің бағдарламаға алғашқы рет келіп отыр. Қош келдіңіз. Динамика жақсы. Өте керемет, сіздерді көріп одан сайын өсіп кетті. Мына дауыстың динамикін жауып көрсем. Енді көрінді естімей қалады. Беттің бір динамик. Құрметті достар, Дариғамен таныстырып өтейік. Дарья Корн, немесе жай ғана Дариға, өзі әнші, өзі блогер, өзі тиктокер, өзі... Динамигіне претензия жоқ. Енді жай аккумуляторына жеттік. Бұның ішінде 4230 миллиампер сағат аккумулятор бар. 2 күнге оңайлықпен жетеді. Өздері жазып қойыпты. 74% әлі 12 сағатқа жетеді деп жазып қойыпты. Энергияны үнемдеуге болады. Бұған қосымша. Енді қараңыздар, бұл Oppo компаниясы не дейді? Егер жаңағыдай видео қарайтын болсаңыз, 14 сағатқа жетеді.
ойын ойнасаңыз 7 сағатқа жетеді, ал музыка тыңдасаңыз 111 сағатқа жетеді дейді. Енді ол жақсы көрсеткіш. Бұндай үлкен экранмен жақсы көрсеткіш деп ойлаймын. Енді қараңыз, бұндай арзан смартфонда өте әдемі жасап қойыпты. Сыртын қараңыздаршы, сырты алтын ғой. Міне алтын ғой. Алтын түсті дейікші енді. Саусақ сәнсек тез ашады. Бір бастым ба, тез ашады. Бастым. Міне бастым, ашты. Бастым, ашты. Өте жылдам. Бұған қоса әлі бетіме қарап блоктан шығарады. Ол да тез жұмыс істейді. Мен өзім қолданбаймын ондаймен. Міне жабық тұр. Бұлай ашпайды. Ал бұлай мен көріп еді, сразу ашты. Қуанып болды. Жылдам ашты. Бұндай арзан смартфонда бұндай тез жылдам ашатындай сенсорлар бар екенін ойламаппын. Енді қараңыздар, бағана айтқандай, бұл өте арзан және өте әдемі. Мына қараңыздаршы, мына жағы ақ, жағы аспан түсті деймін айтайын ба. Бұл әдемі болғаннан кейін бұл смартфонды өте көп алып жатыр. Мысалы, Каспий кезетке ашып, ішінде отзывтарын қарасаңыздар, өте көп отзывтары. Енді көп адам әдеміге жүгіреді және арзанға жүгіреді. Мынау екеуінің қосындысы. Енді салмағын айтайын, жеп-жеңіл, 180 грамм дейді. Мен жалпы Oppo компаниясын мақтап тұрған жоқпын, бірақ бұл смартфондарда ең аз ақаулы смартфондар болады. Енді орысша түсіндіріп айтқанда, бракованный смартфондар ең аз. Мысалы, сатады және бракованный болғаннан кейін қайтарады, жаңағы сатып алған адам. Сондайлар бұл Oppo компаниясында ең аз, бүкіл смартфондармен салыстырғанда. Өйткені олар әр деталін тексереді өздері, смартфон Oppo компаниясы. Мысалы, құлаққап қосқыш, егер 10 мың рет қоссаңыз да сынбайды. Мына басты батырма, 200 мың рет. Мына басты батырманы 200 мың рет басып қоссаңыздар да бұған ештеңе болмайды, сынбайды деген ғой, гарантия сияқты ғой. Енді соңғысы, мына екі дауыс батырманы, 100 мың рет бассаңыз да сынбайды. Бұл гарантия сияқты ғой. Осымен Oppo A31 смартфонның жақсысын асырып, жаман жасырып, сіздерге паш еттім. Қайталап айтайын, егер арзан, экраны үлкен, ойын көтеретін және Oppo бренді болсын десеңіздер, мына смартфон соған лайық. Оқушыға алуға болады, өйткені сабаққа үлкен экран ыңғайлы. Артық ештеңе жоқ, интерфейс түсінікті. Осымен видео пайдалы деп ойласаңыздар, осы смартфонды алуға болады деп ойласаңыздар, немесе осы смартфонды алам деп ойласаңыздар, лайк басыңыздар. Лайктарыңызды аямаңыздар. Сіздер үшін Кастияқ шолу, сау болыңыздар.